Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар? Ертеңнен бастап магистратураның тест басталады. Бүгін сіздерге ағылшын тілінің грамматика бөлімінен тест алып келдім. Кәнекей, бірге талқылайық. This chair is made of wood. Қандай да бір материалдан, және де мысалы темір болсын, ағаш болсын, сондай заттардан келгенде оның алдына з артикль жалғанбайды. Сосын бұл жерде wood ол саналмайды ғой. Сол үшін а менен әнді шығарып тастаймыз. Яғни бұл жерде артикль келмейді. The traffic is than usual this morning. Тhan әрпі келіп тұр бұл жерде. Тhan әрпі келгенде bad сөзі бұл өзгереді. Тhan әрпі қолданған кезде worse, яғни салыстыру, жаманырақ деген. Ал енді одан жоғары күшейтіп айтпақшы болсақ, bad өзгереді, worst болып. Сол үшін бұл жерде бұл ответі тура the worst болып келмейді, better болып келмейді. Естеріңізде болсын. 19-да қара, мен қолымды кесіп алдым. Сенде орауыш бар ма? Яғни бұл жерде бір нәрсенің бір нәрсеге ықпалы бар. Яғни have cut болады. 20. I from уақытты береді. Сіздерде мынандай нәрсе естеріңізде болсын. Must to, go to. Мынандайлар келмейді. Бұндай жазсаңыз қате. Сол үшін С вариантты алдымен шығарып тастадық. Енді А вариант қарай. Has. Has'да жалғанатын сөз he, she, it. Ал бұл жерде I болып тұр ғой. Сол үшін А вариант шығарып тастадық. Have. Have-қа жалғанады. I, we, you, the. Сол үшін бұл варианты тура. I heard all year. Және де I get this. Яғни ол өткен шақта айтып тұр. Өткен шақта had болады. Барлығында had бар. Көріп тұрғаныңыздай. Енді бір нәрсе all year, яғни ол ұзақ уақыт жалғасқан нәрсе. Сол үшін ода had been жалғанады. Бірақ жалғанғанда had been worked мынандай болып келмейді. Және де мына work дегеннің артына had been жалғанғаннан кейін оның артына ing форматта сөз келу керек. Яғни бұл варианты тура. Tom isn't as. Бұндай екі as-тың ортасына келген кезде ортадағы сөз ол бірінші тұлғада болып тұр керек. Яғни мысалы old болса, бұл ешқашанда өзгермейді. Естеріңізде болсын, жазып алсаңыздар болады. Mom, I probably home late tonight. Мен мүмкін кешке жайырақ келіп қалармын үйге. Келер шақ, болар шақ қой. Соның үшін алдына will жалғанды. Бұл вариант бұл жерде тура болып келіп тұр. 24. By the time she picked up the phone, someone. Бұл жерде кілттік сөзге назар аударайық. By the time болған кезде
had әрпі жалғанады, яғни өткен шақ. Және бұл жерде picket деп тұр ғой, өткен шақта келіп тұр. Сол үшін Т варианты шығарып тастадық. Ол барып телефонды көтеріп болғанша біреу телефонды қоя салды. Яғни бұл ответіміз тура. Тезімізді арқылы жалғастырайық. 25. My mom doesn't want to retire. Менің шешем демалысқа шыққысы келмейді, яғни пенсияға шыққысы келмейді. Ол ары қарай жалғасты жұмыс істегісі келеді. Бұл жерде ағылшын тілінде қатып қалған ереже бар. To go on қосамыз, бұл жерде ing форматта. Яғни А варианты тура. Could you please turn off light in the kitchen? Бір нәрсені білдірмекші болсаңыз, екеміз или болмаса барлық адам білетін нәрсе болатын болса, онда оның алдына з жалғанады. Бұл жерде нұсқауыш қылып айтып тұр ғой, in the kitchen. Яғни оның алдында артикл з әрпі болып келеді. I to the party yesterday. Тілттік сөзге назар аударайық. Yesterday деген әріп өткен шақ болатын болса, мысалы do болатын болса, оның өткен шағы did. Ал бұл жерде бармаған, сол үшін didn't келіп тұр. 27-де д ответі тура. 28. Quickly. Яғни өте қарапайым, түсіндірудің керек жоқ деп ойлаймын. 29. That Kate wouldn't be at the party. Sam didn't come. Яғни Кейттің келмейтінін білгеннен кейін Sam партияға келген жоқ дейді. Бұл жерде білгеннен кейін, яғни Б ответі тура. Which mood is used in this sentence? Ағылшын тілінде өзі 4 түрлі рай бар. Ең басында subjunctive moodтан бастайық. Бұл әдетте бір нәрсені қалау, яғни қалау райы. If, I wish деген сияқты болып келетін болса, онда бұл subjunctive mood болады. Ал енді imperative mood болатын болса, біреуге мысалы take it, мынаны ал, болмаса бір жерге бар деп бір бұйрық рай беретін болса, онда ол imperative mood болады. Ал бұл вариантта индиктив mood ол бір нәрсені хабарлайды, яғни бір нәрсенің болып жатқанын или болғанын, сондай болатын болса, онда индиктив mood болады. Ал А вариантқа келсек, интеррогатив mood. Бұл бір нәрсені болған, болмағандан сұрау. Мысалы, сен бүгін бардың ба, или бір сұрақ болатын болса, өзінің тілінде айтып тұр, интервью. Сұрақты сөйлем интеррогатив mood болып келеді. Ал бұл жерде if жалғанып тұр. Ол жалғанып тұр. Яғни бұл subjunctive mood болып келеді. Сол үшін д ответі тура. 31. What do you usually do Sunday mornings? Әдетте бәрін жазып шығайық. Бірінші иннан бастап жазайық. Инға келген кезде ин жылға жалғанады. Айға жалғанады.
in 4 мезгілге жалғанады. Яғни қыс, жаз, күз деген сияқты. Мынаны жазып алсаңыздар болады. Және де ин қарапайым таң, кеш, түске жазылады. Ал әт болатын болса, бұл бір точно уақытты білдіреді. Мысалы, сағат 2-де деген сияқты, 2 o'clock, сондай нәрселер келсе, онда әт қолданамыз. Ал егер 10 болатын болса, 10 бір, мысалы, мерекелерге қолданылады. Он және де күнге қолданылады. Мысалы, айдың 17-сі демекші болсақ, 17 күннің алдына 10 жалғанады. Және де 10-ға апта күндері жалғанады. Мысалы, Monday, Sunday деген сияқты болатын болса, онда оның алдына 10 жалғанады. Яғни апта күндері. Мына экранды скринға түсіріп алсаңыздар болады. Так. Енді 10 және де жалғанада бір тұрақты күндердің таңы, кеші, түсі деген сияқты. Мысалы, 10 мына жерде келгендей Sunday mornings, яғни А ответі тура болып келіп тұр. 32 the same plenty of money, оларда көп ақша бар сияқты дейді. Әдетте same-нан кейін to жалғанады. To және де сөздің бірінші формуласы жазылады. Яғни have. Мына жерде the ответі тура, ing болып келмейді, және де having болмайды, have болмайды. Сол үшін жерде the ответі тура. 33 which mood is used in this sentence? Where is she going? Барда түсіндіріп өткендей, егер де сұрақ келетін болса, онда интеррогатив mood келеді. Яғни А варианты тура. 34. The meeting will start on Monday. It is of June. Яғни ол 6 айда басталады. Бірінші вариант көрейік. It is the 1st of June. Бұл келіп тұр. Ал енді the 1 of June бұл келмейді. First, онда алдынан the келіп жетсе the 1st of June. Ал енді 1 of June деп айта алмаймыз. Сол үшін бұл жерде А варианты тура.